Қорғаныс министрінің орынбасары Алмас Жұмакеев бастаған жұмыс тобы елдің оңтүстігіндегі әскери нысандардың жағдайын тексерді. Мамандар Арыс, Шымкент, Тараз және Луговой гарнизондарын аралап, әскери бөлімдердің материалдық техникалық жарақтандырылуы мен сарбаздардың қызмет өткеру жағдайына баға берді. Тексеру барысында әскери қалашықтар мен полигондардың жай-күйі, оларды ұстау және дамыту мәселелері қаралды. Сонымен қатар казармалардың жағдайы, жеке құрамның тұрмысы, тамақтану сапасы, медициналық көмек және киім-кешекпен қамтылуы назардан тыс қалған жоқ. Шымкент гарнизонында күрделі жөндеуді немесе бұзуды қажет ететін апатты ғимараттардың техникалық жағдайы бағаланды. Әр нысан бойынша нақты шаралар айқындалып, оларды орындау мерзімдері белгіленді. Әскери бөлімдердегі есеп-қисап жұмыстары да назардан тыс қалмады. Мамандар материалдық құралдар, киім-кешек пен жанар-жағармайдың есебін жүргізуге жауапты қызметкерлерге әдістемелік көмек көрсетті. Бұдан бөлек бөлінген қаражатты тиімді игеру және қажеттілікке қарай оны басым бағыттарға қайта бөлу мәселесі көтерілді. Арыс гарнизонында қорғаныс министрінің орынбасары бүркемелеу торлары мен габиондар өндіретін цехтардың жұмысымен танысты. Гарнизон басшылығы тұрғын үй қорының жай-күйіне, сондай-ақ қызметтік кабинеттер, оқу сыныптары, қоймалар мен зертханаларға арналған алаңдарды кеңейту қажеттігіне қатысты мәселелерді көтерді. Тексеру нәтижесінде әскери инфрақұрылымды дамытуға қатысты бірқатар нақты міндет қойылды. Қорғаныс министрінің орынбасары жол картасында қарастырылған құрылыс пен күрделі жөндеу жұмыстарын уақытында аяқтауды тапсырды. Бұған қоса әскери қызметшілердің тұрмысы, тамақтануы және медициналық қамтамасыз етілуі басты назарда болуы тиіс екенін айтты.